Birinchi sınıf onlayn kursuna hoş geldinizler. Bugünkü үйрөнүүтүн сабактарыбыз силердин жасанды интеллект боюнча тапсырмалар орындоо Magic School деп аталады. Интернет желисине Magic School деп жазамыз. Одан кийин барып, мынакей осы Magic School I платформасына өтөбүз. Magic School сайтына өткөндөн кийин перевести на русский басып, орус тилине немесе перевести на казахский басып, казак тилине аударып аламыз, я. Енді қараңыздар, казак тилине аудару үшін мына жерде қазір менде казахский шығып тұр, сіздерде русский шығып тұруы мүмкін. Осы жерде сіздер 3 нүктені басып, выбрать другой языкты таңдап басып, осы жерден сіздер казак тілін таңдап алатын боласыздар. Одан кейін қараңыздар, бұл жерде өте көп тапсырмалар сіздер орындайтын шаблондар өте көп бұл жерде. Енді қараңыздар, әрқайсысына жеке-жеке басып, ашып, танысып шықсаңыздар болады. Мысалы үшін әріптестермен басқа мамандармен кәсіби электрондық пошта байланысын жасау түрі, одан кейін сөздік тізімін оқушылардың оқуы үшін маңызды тақырыпқа немесе мәтінге негізделген сөздердің тізімін жасауға болады. Таңдау тақтасы дейді. UGL принциптері негізделген студенттік тапсырма үшін таңдау тақтасын жасауға болады. Мына жерде осы презентацияны басып, осы жерде кез келген бір тақырыпты жазып, сізге дайын презентация жасап береді. Мәтінді қайта жазу, көп таңдаулы викториналар, кез келген тақырыпқа стандартқа сай сіздерге викториналық тапсырмаларды жасап береді, немесе тесттер жасап береді сіздерге. Одан кейін мәтінге байланысты кез келген мәтін негізінде оқушыларға тәуелді сұрақтар жасауға болады бұл жерде. Мысалы үшін сіз кез келген бір тақырыпты жазасыз, сол бойынша сіздерге сұрақтардың астындағы жауаптарымен, нұсқаларымен жасап беретін болады. Мына жерде де сіздерге таза тапсырмаларын орындап береді. Мысалы үшін әртүрлі дидактикалық тапсырмалар бар, соларды сіздерге осы жерде орындап беретін болады. Әрқайсысын жеке-жеке ашып тапсырмаларды орындап көрсеңіздер өте тиімді сайттардың бірі. Келесі, бізге қазір енді керегі сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспары бөліміне өтеміз. Міне қараңыздар, мен мына жерде өзіме 6-шы сынып деп белгілеп алдым. Өздеріңіз кез келген сыныпты белгілеп алсаңыздар болады. Және мен мына жерге қазақ хандығы деп жаздым, қазақ хандығы. Қосымша мәліметтер жазсаңыздар да болады, оқушылар әлем аймақтары бөлімінде студент өткен сағаттар туралы мысалы үшін осы жерге жазсаңыздар болады. Тағы да мен мына жерге қазақ хандығы деп жаздым. Одан кейін жасау батырмасын басамыз. Қазір осы жерге бізге сабақ жоспарын жасап береді. Енді қараңыздар, міндетті түрде бұл сайт ағылшын тілі сайты болғаннан кейін бізге тапсырмаларды ағылшын тілінде жасап берді. Енді бұны біз қазір қазақ тіліне аударатын боламыз. Мінекей бізге ағылшын тілінде біз берген тақырып бойынша ағылшын тілінде бізде сабақ жоспарын жасап берді. Енді бұл жерде біз перевести на казахский деп басамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде бірден қазақ тіліне аудармауы мүмкін. Ол үшін егерде бірден қазақ тіліне аудармаса, осы переводты басамыз да, перевести на казахский басамыз, одан кейін 3 нүктені басып, выбрать другой язык дейміз. Бұл жерден біз бірінші орыс тілін таңдап аламыз. Орыс тілін таңдап аламыз бірінші. Орыс тілін таңдап аламыз, перевести. Міне барлық тапсырманы бізге орыс тіліне аударып берді. Одан кейін осы орыс тілінен енді біз қазақ тіліне аударамыз. Қайтадан осы 3 нүктеге басамыз, другой язык, және бұл жерден біз қазір қазақ тілін таңдайтын боламыз.
қазақ тілін таңдаймыз, перевести. Міне, мына жерде енді бізге барлығын қазақ тіліне аударып берді. Қараңыздар, міне қазақ хандығы туралы түсінуде оқушылар мақсат оқушылар қазақ хандығының қазақ болмысын қалыптасу маңызы және орталық Азия тарих әсерін түсіндіре алады. Мына жерде бағалау, студенттер жобаны аяқтайды, онда олар қазақ хандығы тарихында маңызды оқиғалардың көрнекті хронологиясын жасайды, және әрбір оқиғаның маңыздылығына қысқаша сипаттама жазады. Одан кейін ашылуы, яғни бұл ұйымдастыру кезінде сабақтың басталуы ғой. Жаңа материалдарға кіріспе, көрнекіліктер мен карталар арқылы қазақ хандығының шығу тарихы туралы қысқаша лекция көрсетіңіз. Негізгі тұлғаларды талқылаңыз дейді, олардың шығу тегі мен үлестерін атап өтіңіз. Негізгі лексикамен таныстыру, хан, көшпелі одақ және басқару осы бойынша таныстырып өтесіздер. Одан кейін нұсқаулық тәжірибе дейді. Оқушыларға қазақ хандығы тарихындағы елеулі оқиғалар туралы шағын мақаланы оқу үшін жұппен жұмыс жасаңыз. Яғни бұл жерде жұптық жұмыс кетеді. Болатын сұрақтар мен оңайдан басталатын және қиынырақ болатын сұрақтармен шақырыңыз оқушыларға. Мысалы үшін бұл жерде кейбір сөздерді аударған кезде тікелей аудармасы кішкене сәл бізге түсініксіз болып қалу үшін бұл жерде біз өзіміз редактировать етіп жөндеулер жасауымызға болады. Қазақ хандығының негізін салушы кімдер, Керей және Жәнібектің алдында қандай қиындықтар болды деген сияқты сұрақтар қойылады. Бізге осындай сабақ жоспарын жасап берді. Одан кейін нұсқаулық тәуелсіз тәжірибе, жерде оқушылардың жұмыстары кетеді. Студенттер қазақ хандығы тарихында кемінде 5 маңызды оқиғаны қамтитын көрнекті уақыт кестесін жасайды. Әрбір оқиға маңызды тұлғаларын түсіндіретін қысқаша сипаттама жазу керек. Одан кейін сабақтың соңына қорытындылау кетеді. Мысалы үшін жабылу деген ол уже бізге әр студент өз уақыт кестесіндегі бір оқиғаны және оның маңыздылығын бөлісуге жылдам айналымнан өткізіңіз дейді. Кеңейтім әрекеті және үй жұмысы. Осы тапсырмаларды біз алып болғаннан кейін біз енді бұны өзімізге көшіреміз. Көшіру батырмасын басамыз. Мына жерде өңдеу батырмасын басып, біз сабақты өзімізге реттеп алуымызға да болады. Ішінде өзгерістер енгізетін болсақ, өзіміз түзету жұмыстарын жүргізетін болсақ, сол кезде біз осы өңдеу батырмасын басып жөндеп алсақ болады. Басып, яғни копировать етіп аламыз. Одан кейін Word документке апарып біз жұмысымызды осы сабақ жоспарын ставить ететін боламыз. Неге ставить етеміз? Бізге осындай сабақ жоспарын жасап берді. Әрине бұл сабақ жоспары бізге қазіргі стандартқа сай графалар, ойыншықтарын бәрін сызып жасап бермейді. Бірақ та осының ішінен біз өзіміз жөндеу жұмыстарын жасап алсақ болады. Келесі тапсырма қайтадан артқа өтеміз. Артқа батырмасын басқаннан кейін Magic School сайтының негізгі бетіне қайтадан өтеміз. Яғни қазір осы жерден тағы бір тапсырма орындайтын боламыз. Сіздер барлық бөлімге кіріп, өздеріңізге қажетті мәліметтерді алып, тапсырмаларды орындап жасап көрсеңіздер болады. Қайтадан осы бетке өтті. Енді қараңыздар, таңдау тақтасы дейді. Осы бетке өтеміз. Бұл жерде өзіңізге қажетті сыныпты таңдаймыз. Менде 6-шы сынып таңдалған, осы бойынша тұра береді. Одан кейін бұл жерде біз қай тақырыпта тапсырма орындағымыз келіп тұр. Бұл жерде қазір көресіздер, мен спорт тақырыбын жаздым. Одан кейін жасау. Міне маған осындай choose board, мысалы үшін осы жердегі маған осындай тапсырма жасап берді. Енді бұны қазір біз қазақ тілін аударып аламыз. Міне бізге осындай тапсырма дайындап берді. Қазір бұны қазақ тіліне аударып аламыз. Бірінші
орыс тіліне аударамыз. Егер де бірден ағылшын тіліне берілетін болса, біз міндетті түрде бірінші орыс тіліне аударып аламыз. Одан кейін барып қазақ тіліне аударатын боламыз. Міне русский перевести. Міне создай свой вид спорта дейді. Барлығын орыс тіліне аударып берді. Енді біз осыдан ары қарай енді қазақ тілін таңдап, қазақ тіліне аударатын боламыз. Өте бізге спорт таңдау тақтасы деген тапсырма тақырыбы, тапсырма сипаттары. Яғни бұл жерде бізге сәйкестендіру жұмысын жүргіземіз, спортыңызды құрастырыңыз дейді. Мына жерде одан кейін спортшымен сұхбат, спорт тарихының хронологиясы, спорт жаңалықтары, спорт ойынын құру дейді. Жаңа спорт түріне және ереженің жабдықтарына постер жасаңыз, құрастырыңыз деген. Жергілікті спортшымен шағын сұхбат жүргізіп түйіндеме жазыңыз дейді. Сүйікті спортыңыздың тарихындағы маңызды оқиғалардың хронологиясын жазыңыз. Екі түрлі спорт элементтерін біріктіретін және ойын ойлап табыңыз дейді. Спорт ойынын құру дегенде бізге осындай тапсырма құрастырып берді. Енді артқа батырмасын басып, тағы бір тапсырма орындап көретін боламыз. Неке біз осы жерден қазір тапсырма орындайтын боламыз. Мысалы үшін біз көп таңдаулы викторина. Осы бөлімге өтеміз, көп таңдаулы викторинаға өтеміз. Бұл жерде де кез келген сыныпта таңдасаңыздар болады, өзіңізге қажетті. Сұрақтар саны 5, одан көбірек алсаңыздар да болады, 10, 15, 20-ға дейін алсаңыздар болады. Сұрақтар саны 5. Және мен кез келген тақырыпты, мысалы үшін бұғанда мен спорт деп жазайын. Енді бізге қазір осы жерде викторина сұрақтарын дайындап беретін болады. Неке бізге осы жерде тақырып бойынша тест тапсырмасын дайындап берді. 5 сұрақтан тұратын, яғни жауап нұсқаларымен бірге дайындап берді. Бұл жерде ағылшын тілінде болғаннан кейін біз әдеттегідей бірінші орыс тіліне аударып аламыз. Бірінші орыс тілін таңдап, орыс тіліне аударып аламыз. Орыс тіліне аударып алды. Енді осы орыс тілінен ары қарай қазақ тіліне аударып аламыз. Қазақ тіліне аударып аламыз. Міне 6 сыныпқа арналған орысша спорттық викторина дейді. Орысша спорт сөзі қандай дейді? Негізі мына жерде қазақша бөлім алсақ, спорт ойын, команда дейді. Осы спорт түрінің қайсысы Ресейде ең танымал дейді? Крикет, шайбалы хоккей, бейсбол, регби. Одан кейін қараңыздар, осы жерде мына 5 спорт бойынша сұрақ дайындап берді. Одан кейін сол сұрақтардың мына жерде жауап нұсқаларымен бірге бізге жасап берді. Енді мына жерде Ресейдің ең танымал спорт түрі қандай дегенді біз өзіміз Қазақстанның деп ауыстырып алсақ болады. Спорт түрлерін мына жерде ауыстырып алсақ болады. Одан кейін мына жерде көшіру батырмасын басып, өзімізге осы тест сұрақтарын көшіріп аламыз. Одан кейін мына жерде Word бетін ашып дайындап қоямыз. Сол жерде ставить батырмасын басып, сол жерге көшіріп алатын боламыз.